Сәлем достар, бүгін сіздермен фарш салынған қуырдақ жасаймыз. Оған картошканы осылайынша турап аламыз. Осылайынша картошкамызды турап алдық. Енді оны суға салып, тұз салып, қайнатып, пісіріп аламыз. Қатты пісірмейміз. Артынан болгар бұрышын осылайынша турап, сосын чеснокты осылайынша ұсақтап турап аламыз. Помидорды да осылайынша турап аламыз. Видеодағы сияқты майдалап. Артынан пиязды жақсылап жуып алып, оны да осылайынша турап аламыз. Осылайынша турап алдық. Бәрін дайындап қойдық. Картошкамыз қайнап жатыр, уже пісті. Енді сүзгіштен сүзіп аламыз оны. Фаршымызға тұз салып араластырамыз оны. Оның үстіне турап қойылған пиязды саламыз. Артынан дайындап қойған чесногымызды саламыз оның үстіне. Енді паприка саламыз. Артынан қара бұрышымызды салып, осылайынша бәрін салған соң араластырамыз. Бәрін салып, осылайынша араластырдық. Енді фаршты шарик жасаймыз. Одан кейін оны қуырып, жақсылап қуырып аламыз екі жағын бірдей етіп. Шарик жасап алған фаршымызды қуырып болған соң үстіне пісіріп алған картошканы салып бұқтырып қоямыз. Майдалап турап алған помидорымызды оның үстіне саламыз.
Енді дайындап қойған болгар бұрышын үстіне саламыз. Тұзымызды бәрін салып болған соң 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Газдың астын жай қойып, осылайынша пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді тамақ дайын болады. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.